Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш, қадірменді көрермендерім. Тақырыптан өздеріңіз түсінгендей, бүгінгі шолуда Cherry Tiggo 7 Pro. Дәлірек айтқанда, оның жаңартылған нұсқасы. Не өзгерді? 7 Pro неліктен Қазақстанда жақсы сатылады? Автомобиль сенімді ме? Осы және басқа да сұрақтарға бүгін жауап аласыздар, өйткені біз как-қана ес айтамыз. Қаз колеса KZ эфирде. Елімізде сатылған барлық Cherry'дің тең жартысы дәл осы 7 Pro. Халыққа оның көлемі, дизайны және бағасы ұнаған. Өндіруші мұны жақсы біледі, сондықтан максималды комплектациядағы толық жетекті модификациясы 2 миллион теңге жеңілдікпен сатылып жатыр. Бұның барлығы модельдің позициясын күшейту үшін жасалған. Шанақтық панельдері өзгеріссіз, ұзындығы 4500, ені 1842, биіктігі 1705 мм. Рестайлингте детальдарға ден қойылды. Алдыңғы бампері, радиатор торы өзгеріп, күндізгі жүріш шырағы вертикалды болып тұра қалды. Мына бір хром деталь маған Land Cruiser 200-дің рестайлингін еске салады. Артқы шырағы ұзарып, Cherry'дің белгісі көзден ғайып болды. Оның орнына Cherry деген ұзын жазу пайда болды. 7 Pro қазір нарықта ұсынылған барлық қытайлық кроссоверлердің симбиозы секілді. Сырттай дизайны қорқынышты емес және өте көркем деп айтуға келмейді. Әдемі болды, одан артық айта алмаймын. Мотор қақпағын көтергенде бітеу тегіс пластик көресің. Май тексеріп, аккумулятор тексеріп, су қоймасын толтыруға арналған мынандай қуысы бар. Капоттың астында Acteca-ның 1,5 литрлі турбо қозғалтқышы. Цилиндрлер блогы Шойын, 2 распредвалында Borg Warner'дың фаза айналдырғыштары. Ал турбинасы Garrett. Естеріңізде ғой, Cherry'дің барлық моторын австриялық AVL компаниясы әзірлеген. Компоненттердің көбісі атақты брендтерден. ABS, ESP-ге жауапты басқару блогы, форсункалар, катушкалары Bosch. Салқындату жүйесі Valeo компаниясынан. Шұғыл континенталды елордамыз Астанада күн құбылмалы. Бағана жарқырап жайнап тұреді, бұршақ жауып, арты қарға айналды. Уақытылы дөңгелек ауыстыруды ұмытпайық, достар. Cherry Tiggo 7 Pro ең жақсы сатылатын Cherry ғана емес, ең популяр Қытай моделіне айналып келе жатыр. Өйткені топ 10 чартынан түспей келеді. Тыпыршып, ұйқыдан безген бәсекелестері қарсыластық білдіруге амал етуде, бірақ сәтсіз. Модельдің толық жетекті модификациясы да шықты. Ертеректе жетілік Tiggo'ны сатып алып 60-70 мың жүріп тастаған көрермендеріміз бар. Олардың уәжі моторға қатысты емес, интерьерге байланысты. Сол туралы сөйлесейік. Салонда эко былғары, ионды плазмалы шаңдатпа және көп пластик қолданылған. 2-12-3 силиндр монитор. Графикасы тамаша. Консольдағы аздаған өзгерістер туралы QI стандарты бойынша сымсыз қуаттау жүйесі мен стақан қойғыштар орын алмастырды. Дұрыс шешім. Cherry инженерлері клиенттердің уәжін тыңдайды. Мына жерде стақандар тұрғанда ішіндегі сусын қол тиіп кеткен кезде төгілетін. Енді ондайға жол жоқ. Консольда сол баяғыша электронды тұрақ тежеуші, автохолд батырмасы. Включен спортивный режим. Екі режим баяғыдай, эко және спорт, нормал жоқ. 360 камерасының түймесі және парктроник батырмасы, таудан түсу көмекшісі де осы жерде. Климат контрольдің электронды басқару блогы сол баяғыша жылтыр, уақыт өте келе сырлады. Салондағы азын-аулақ кемшіліктер туралы айтам дедім ғой, кеттік. Әсілінде өмірде тіршілікте жүргізуші рөлді сол қолмен ұстайды. Яғни мына жерде жиі қолданатын мультимедиа батырмалары болуы керек. Біз не көріп тұрмыз? Электронды көмекшілердің батырмалары. Панорамалы шатырды ашқанда ос қалпын сақтамайды, автомобиль жапқанда қатар жабылады, нервіға тиетін нәрсе. Артта орын көп. Трансмиссия туннелі төмен, бір USB порт, орындық жылыту функциясының батырмалары, дефлекторлар және артта қауіпті ескерту индикаторы. Суық аймақтарда тұратын азаматтар үшін маңызды ақпарат. Рөлді, форсункаларды, алдыңғы әйнекті, орындықтарды жылыту функциясы тіпті базада бар. Дыбыс изоляциясынан чөтті көңілім қалды. Естіп тұрсыздар ма?
жазда жұмсақ дөңгелекпен жақсы сияқты еді, тікенекті қысқы дөңгелекпен артық дыбыс көп, жынға тиеді. Mono жетекті 7 Pro'ның бағасы акция аясында 10 миллион 600 мың теңгеден басталады. Премиум жиынтығының құны 11 миллион 500 мың теңге. Жалпы автомобильдің комплектациялары мен бағасын білгіңіз келсе, Колеса KZ мобильді қосымшасын жүктеп алу жеткілікті. Бұл ыңғайлы. Chery'дің тарихын қысқаша айта кетсем, 90-шы жылдары Қытайдың ең ірі авто өндірушісі FAW компаниясында жұмыс істеген талантты инженер Ин өзі кәсіпорын басқарып, өз технологиясын енгізгісі келеді. Бұл бірінші адам. 70-80-ші жылдары ауыр кризисті бастан өткерген Уху өңірінің әкімдігіне Чжэн деген ақылды жігіт қызметке келеді. Аймақта авто өндірісті жолға қоюдың бірнеше сәтсіз әрекетінен кейін Чжэн аты дүркіреп тұрған Инді жұмысқа тартады. Артынша екеуі мемлекет бөлген ақшаға Ford компаниясының ескі станоктарын сатып алып, 1999 жылы өздерінің жеке моторын шығарады. Ин мен Чжэнге мотордан кейін көлік жасау үшін автомобильдің платформасы қажет болған. Қытайлар танымал тауардың көшірмесін жасаудан халықаралық дәрежедегі спорт шебер екенін жақсы білесіздер. Чжэн ВАК концерніне кіретін Seat компаниясына барып, жұмысшылардан автомобиль схемасын сатып алған. Сөйтіп 99 жылы PQ32 платформасының негізінде Chery Full-Win дүниеге келеді. Артынша тура сол құйтырқы әдіспен Чжэн тоқырауға ұшыраған Deo компаниясының инженерлерінен 2 модельдің сызбасын сатып алады. Әйгілі Chery QQ солай пайда болған. Заман бір орында тұрмайды. Chery сауданы жолға қойған соң, атақты европалық компаниялармен қарым-қатынас орнатып, мықты инженерлерді жұмысқа тартып, толықтай өз өнімін жасай бастады. Қазір бұл экспортқа ең көп автомобиль сататын қытайлық марка. Қазір автомобильдердің көбісінде турбо қозғалтқыш орнатылатынын жақсы білесіздер. Қытайлық авто өндірушілер октан саны 92-ден кем емес бензин құюға кеңес береді. Турбина үрлегенде қысым дәрежесі өзгеріп, заманауи моторлар қарқынды азайту арқылы детонацияны реттейді. Әрине, тұтынушыны 92-нің бағасы қызықтырады. Алайда мотор қақалып, детонация пайда болу қаупі бар. Ол олма 92 мен қозғалтқышты мүлдем ақыртуға болмайды. Октан саны аз сұйғотымен тек қана баяу жүру керек. Ақшадан қағылмай, көңіліңіз сергек болу үшін Тұлпар 95 секілді сапалы бензин құйыңыз. Көлікке күтім көрсетсең, аман есен жүре береді. Сұйықтықты уақытылы ауыстырып, сапалы бензин құйып, техникалық қызметті қалдырмау керек. CVT 25 туралы айтатын болсам, кез келген вариатордың өмірі есіне байланысты. Бұл трансмиссия орнынан жұлқығанды жақсы көрмейді. Қытайлық автосүйерлерге айтарым, көршілердің автопромы жыл санап емес, ай санап, тіпті күн санап өсіп келеді. Бүгін нарықта бар модель ертең жоқ болып кетуі мүмкін. Сондықтан әбден тексерілген, халыққа жақын брендтерді таңдаған жөн. Мысалы, Tiggo 7 Pro'ның бөлшектері мен расходниктері тіпті Car City'де бар. Солай болуы керек. Қаладағы асығыссыз жүріске Mono жетек әбден жеткілікті. Білесіздер ме, 3 жыл бұрын Қазақстанда 2-ақ мың қытайлық автомобиль сатылған. 2 жыл бұрын көрсеткіш 4 мыңнан асты. Былтыр 12 мыңға жеткен, ал аяқталмаған 2023 жылы мінекей 40 мыңнан асайын деп тұр. Осы қаптаған Қытай маркаларының арасында Chery жеке дара қасқайып тұр. Жалғыз өзі 10 мың авто сатқан. Mono жетекті 7 Pro'да 1,5 литрлі турбо және вариатор. Ал Max деген жалғауы бар сыңарында 1,6 литрлі турбо GDI және 2 дымқыл ілінісуі бар Getrack роботы. Бұның бойында 150 жылқы, жоғары айналымда 275 Ньютон-метр момент береді. Ең бастысы автомобиль толық жетекті. Тек қана қалада айдайтын көлік іздесең, саған толық жетекпен 150 жылқы не керек? Мынау дұрыс вариант. Сыртта екеуі ұқсас, алайда білетіндер білет, Макстың радиатор торы өзгеше және климат бақылау системасы басқа. Толық жетек ZF көп дискілі муфтасы арқылы іске асырылған. Соның арқасында қар, топырақ 4x4 деген режимдер пайда болды. Ал клиренс барлық модификацияда бірдей 190 мм. Артқы көп интеллекті тәуелсіз аспасы базада бар. Максималканың динамикасы 100-ге 9,8 секунд.
кроссовер үшін жаман емес. 1.6 литрлі турбо қозғалтқыш Chery'дің мақтанышы. Exit, 8 Pro'дағы сияқты F4J16 187 ат күшіне дейін үрленген. Ал 7 сатылы Getrack роботы BMW, Mini, Renaultға орнатылған. Сапасы жақсы деп айтуға болады, алайда бағасы шошытады. 7 DCT 300-дің құны 5 миллион теңге. Егер Chery 5 жыл гарантия бермегенде жағдай қиын болушы еді. Достар, видео ұнады ма? Күннің суығына, аязға қарамастан сіздер үшін керемет контент болсын деп тырысып жатырмыз. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып, видеоның сілтемесін чаттарда таратсаңыздар керемет болады. Келесіде жүздескенше аман сау болайық.